Біз дәріні қабылдаған соң бірден ауруды сездірмейтін әсерді күтеміз. Біз терінің қартаю процесін бір жолата тоқтатқымыз келер еді. Көптеген косметика өндірушілері осы қажеттіліктің арқасында үлкен пайда көреді. Болат және бетон мен ағаш секілді басқа да құрылыс материалдарының коррозиясы заманауи экономикадағы айтарлықтай шығындарға алып келеді. Сол себепті осы жағымсыз процеспен күресу үшін ауқымды көлемде коррозиядан қорғаушы заттар өндірілуде. Этиленнің полиэтиленге еркін радикалды полимеризациясы жоғары температура мен қысымда жүзеге асады. Реакция уақытының қысқаруы энергетикалық және еңбек ресурстарының едәуір үнемделуіне әкеледі. Полимерлер қоршаған ортада ұзақ уақыт бойы өте берік және тұрақты болады. Сол себепті мамандар қолданыстан кейін тезірек ыдырайтын жаңа биоодырағыш полимерлерді өндіруге тырысуда. Хладагенттер мен аэрозоль компоненттер ретінде қолданылатын хлорфтор көміртектер атмосферада жиналып озон қабатын бұзады. Қазіргі уақытта хлорфтор көміртектерді қолдануға тыйым салынған, бірақ өкінішке орай олар өте тұрақты және атмосферада әлі көптеген уақыт бойы сақталып қалады. Газдың көлемі оның зат мөлшеріне тура пропорционал. Химиялық реакция нәтижесінде бөлінетін газдың көлемін өлшеу арқылы реакцияның жүру процесін бақылауға болады. Газдың зат мөлшері ню мен оның қысымы P өзара PV тең ню RT теңдеумен байланысқандықтан, V көлем мен T температура тұрақты болғанда, реакция нәтижесінде бөлінетін газдың қысымын өлшеу арқылы реакцияның жылдамдығын анықтауға болады. Реакция өнімдерінің бірі реакциялық қоспадан бөлінетін газ болғанда, қоспаның массасын өлшеп, массаның уақыт өте қалай өзгеретін бақылау арқылы реакция жылдамдығын анықтауға болады. Мысалы, глюкозаның ашу процесін осы әдіспен анықтай аламыз. Себебі реакция өнімі көміртек диоксиді газы. Тірі ағзаларда болатын биохимиялық реакциялар әдетте жіті қадағаланатын жылдамдықтарда жүреді. Олардың өте жылдамда, өте баяуда болмауы өте маңызды. Түлкіден қашу үшін реакциясы өте баяу қоянды. Немесе ас қорыту процестерінің тез жүретіндігі сонша, оның әрдайым тамақ ішкісі келіп тұратын ер адамды елестетіп көріңіз. Пропанон мен иодтың әрекеттесуінен иодопропанон және сутек иодиді түзіледі. Сутек иондары реакцияның катализаторы болғандықтан, реакция тек қышқылдық ортада ғана жүреді. Бұл реакцияның жүру барысын титрлеу әдісі арқылы зерттеуге болады. Алдымен пропанон мен иодтың судағы ерітінділерін дайындайды, содан кейін реакция басталу үшін күкірт қышқылының аз мөлшерін қосады. Алғашында иодтың әсерінен ерітіндінің түсі қара қоңыр болады. Белгілі бір уақыт аралығында тамызғыштың көмегімен реакциялық қоспадан бірдей көлемде үлгілер алынады. Әрбір үлгіні ішінде натрий карбонатының ерітіндісі бар конустық колбаларға құяды. Натрий карбонатының ерітіндісі қышқыл катализаторды бейтараптандырып болғанда реакция тоқтайды. Содан кейін бір тамшы крахмал ерітіндісін қосады. Крахмал иодпен бірігіп қара көк түсті комплексті қосылыс түзеді және келесі титрлеу үшін индикатордың қызметін атқарады. Алынған ерітіндіні натрий тиосульфатының ерітіндісімен титрлейді. Нәтижесінде иод, иодид иондарға айналады. Эквиваленттік нүкте қара көк түстің жоғалуымен анықталады. Сөйтіп, реакциялық қоспадағы иодтың концентрациясын кез келген уақытта анықтауға болады. Және реакция жылдамдығын концентрацияның өзгерісі арқылы есептеуге болады.
Титриметриялық әдісте реакциялық қоспадан белгілі бір уақыт аралығында үлгілер ала отырып, содан кейін реагенттің немесе өнімнің мөлшерін титрлеу арқылы анықтайды. Титрлеу процесі біраз уақыт алатындықтан, үлгідегі реакцияны температураны төмендету арқылы немесе реакцияның жүруіне кедергі келтіретін химиялық заттарды қосу арқылы тоқтатады. Реагенттер мен өнімдердің түстері әртүрлі болатын жағдайда, калориметрдің көмегімен түстің өзгеру қарқындылығын бақылау арқылы реакцияны қадағалауға болады. Бұл әдіс бромид иондардың бромат иондармен реакциясын зерттеуде қолданыла алады. Бромид және бромат иондар түссіз, ал олардың реакция өнімі бром, қызылқоңыр реңге ие. Түстің өзгеруін бақылау осы реакцияның жүрісін қадағалауға мүмкіндік береді. Ас бөлме температурасында тез бұзылады және шірейді. Біз бұл процесті температураны төмендету арқылы баяулатуға тырысамыз. Ол үшін біраз ақша тұратын тоңазытқыштарды қолданамыз. Геологиялық процестермен байланысты химиялық реакциялар өте баяу жүреді. Мысалы, үңгірлер ізбестастың негізгі құраушысы кальций карбонатының көмір қышқыл газымен қаныққан суда баяу еруі нәтижесінде түзіледі. Сталактиттер және сталагмиттер әлемінің қалыптасуы үшін жүздеген мың жылдар керек. Жарылыстар өте жылдам жүретін реакцияларға жатады. Тротил жарылғышын жару кезінде өте көп мөлшерде газ бөлінеді. Оның жойқын күші газ тәрізді өнімдердің қаншалықты тез түзілуіне байланысты. Айрықша тиімді жарылғыш заттар бірнеше миллисекундта жарылады. Электр өткізгіштік деп ертінділердің электр тогын өткізу қабілетін айтады. Электр өткізгіштікті өлшеу әдістерінің бірі кондуктометрдің көмегімен өлшеу болып табылады. Ертіндіге екі электрод салынып, кернеу тудырылады және олардың арасынан өтетін ток тіркеледі. Метил метан муаттың гидролиза аталған әдістің көмегімен зерттеле алады. Себебі реакция өнімі болып табылатын натрий этаноатының электр өткізгіштігі реагент натрий гидроксидінің электр өткізгіштігіне қарағанда айтарлықтай төменірек болады.